Алдымен ол футбол симуляторының қаһарманы атанды. Артынша шынайы өмірде жасындай жарқылдай білді. 19 жасында ол Барселонаны Англиядағы ортанқол командаға айырбастаудан еш қорықпады. Ал қарсыластары одан допты қалай тартып аламын деп бас қатырады. Біздің бүгінгі кейіпкер Адама Трауре, Барса академиясынан шыққан әлжуаз бала, қалайша тепсе темір үзер кейіпке енді. Бұл видеода жігіттің оңайға соқпаған тағдыры мен топ ойыншыға айналу жолдарын айтатын боламыз. Қолыңды созмаған еңбекте. Трауре Испанияда дүниеге келіп 15 жасына дейін африкалық иммигранттар мен босқындар мекен еткен ауданда өмір сүрген. Сол себепті жарқын болашақты күту қиындау еді. Не қылмыс әлеміне аттану, не саудамен айналысу, әлде футбол. Осы ғана таңдау тұрды. Адама бауырымен бірге соңғы нұсқаны таңдады. Сұхбаттарда футболшы өзін бірнеше мәрте көше бандылары қатарына қосу үшін үгіттегендігін мойындайды. Тіпті өз ауданында талай рет атыстар мен төбелестерге куә болғандығын айтады. Ал оның мақсаты бұл жерден жылдам ізін суыту болыпты. Трауре тура жолды таңдауда қатты көмектескен ата-анасы мен достарына алғыс айтады және әрдайым өзінің туған қаласы Оспиталетке келген сайын мұндағы ескі таныстары одан футболда қалай жетістікке жеткендігі жайлы емес, тамаша мүсін үшін қандай жаттығулар жасағандығын сұрайды. Траоренің Барса академиясына қабылданып жолы болды. Ол жақта футболдың тамаша білімімен сусындады. Ла Масияда диета, ұйқы режимі және физикалық қысымның дұрыс қолданылуына көп көңіл бөлетін. Адама бұл үрдістерді өзіне керемет сіңдіре білді. Барсада болған жылдары әрине таудай болған бұлшықеттермен ол мақтан алмады. Бірақ сол кездің өзінде аяқтары өте мығым екендігі байқалатын. Жылдамдығын ерте бала шақтан жетілдіруді бастаған. Жүгірумен айналысу тек өзіне бұл ұнағандықтан ғана емес, дәрігерлердің кеңесі болғандықтан кірісіпті. Ағзасында жылдам дамып келе жатқан ұлпалар үшін үнемі қозғалыс қажет болды. Әйтпесе аяғы қатты ауыра бастаған екен. Барселонаның негізгі командасы үшін дебютін Трауре 2013 жылы жасады. Неймарды ауыстырып, сол алаңда өткізген 7 минута түлеп ұшырған командасы сапындағы жалғыз ойыны болды. 2015 жылдың жазында 19 жасар жігітті 10 миллион еуроға Астон Вилла сатып алды. Дәл осы Англияда ол қуаттылығын арттыруды лезде бастады. Англия футболының ерекшелігін байқаған Трауре дереу жаттығу залдарына барады. Қарсыластары менен бойы аласа болса да, өте қатаң ойнайтын. Олар қуаттырақ және мығымырақ еді. Мен сол сәтте мынаны түсіндім. Тәнімді Англиядағы бәсекелестікке шыдас бере алатындай қалыпқа түсіруім қажет. Қайда ойнасам да, үнемі клуб физиотерапевтімен және бапкерлермен қосымша жаттығулар жасайтынмын, дейді Адама. Уақыт өте келе Трауре майлар, алкоголь және тәттілерді тізімнен сызып тастаған арнайы диетаға отырады. Жеке физиотерапевт, диетолог және массажист жалдайды. Сондай-ақ ол жаттығу зілтастарынан да бас тартады. Өзінің салмағымен жұмыс істеуде жеткілікті деп санаған екен. Және оның ойынша осылай ғана тәні қысымды жақсы қабылдай алып, көбірек пайда көреді. Бұлшықет массасы бола тұра, жылдамдық жоғалтпас үшін Трауре Олимпиада ойындарының чемпионы Даррен Кемпбелдің кеңестеріне құлақ түрген. Желаяғымыз футболшы үшін жүгіру жаттығуларының арнайы бағдарламасын жасап беріпті. Дәл осы жан ойыншыға жүгіру кезінде өзіндегі барлық 100% мүмкіндікті пайдаланбауда. Шамамен 70% ғана жеткілікті екендігін айтқан. Бұл футболшы үшін тек қажет кезде ғана жылдамдық арттыруға көмектесетін көрінеді. Сұхбаттарында Трауре бұлшықет бұл өзіндегі ең басты мақсат емес екендігін бірнеше мәрте айтқан болатын. Жұмысым тек жарақаттардан беті аулақ ету үшін физикалық тұрғыда мықты болуға бағытталған. Бұлшықетті өсіру тек алаңда пайдасын беру үшін ғана, бұзып жарушы, жылдам және жұлқып өтетіндей болу үшін, дейді. Тамаша физикалық әлеует пен максималды профессионализмге ие Трауренің алғашқыда футболда біраз жолы болмады. Астон Вилла және Мидлсбро сапында АПЛ-дан ұшып кетті. Ал осы клубтардың жанкүйерлері үшін ол бір мезетте көз қуанышы да, көз күйігі де болды. Таланты бар екендігі бірден көзге ұрып тұрса да, оның ойын мәнері тек қарсыластарға ғана емес, өз командасына да мәселе тауып беріп тұратын. Допты жиі жоғалтып алатын, мүмкіндіктерді сарып ететін. Тек қабілетін барынша таныта білген сәт Мидлсброның чемпионшипке жол тартқан маусымында еді. Вулверхэмптон малилік қаны бар испаниялықты өз қатарына қосу үшін 20 миллион еуроны жұмсаудан еш қаймықпады. Және Нуну Эшпириту Санту оны пайдалануда жақсы тәсіл таба білді. Португалиялық маман Траоренің кәсібилігіндегі әмбебаптыққа қатты таңданыс тудырады. Біз Адаманы команда үшін қай позицияда пайдалы, сол жақта қолданамыз. Ол маған әсер бере алатындай тактиканы құра білуде көп көмектеседі. Трауре алаңға шыққан сәтте қарсыластар оның нақты қай позицияда екендігін білмей әлек болады. Менің ойымша, әмбебаптық футболшының бойындағы ең тамаша қасиет, әсіресе заманауи футболда. Сонымен қатар, Эшпириту Санту Адаманы үлкен профессионал санап, оның жаттығуда атқаратын орасан зор еңбегін тілге тиек етеді. Осы маманның қол астында Трауре өзін жаңа қырынан таныта бастады. Вулверхэмптонда Адама техникасы мығым желаяқтан, жан-жақтылығы басым аяқтық шеберіне айналды. Қаншама айналмалар жасап, өзімшілдігі басым тұратын бұл талант командаға ойнауды да ақыры үйренді. Ал ең бастысы өзіне деген сенімділікті бойға жиды.
Видео егер ұнаған болса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Адама Трауре қай клубқа ауысқаны дұрыс, әлде осында қалғаны ма? Сұраққа жауапты пікірге қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.